Сәлем достар, бүгінгі сабақта виет теоремасын өтетін боламыз. Бізде виет теоремасы бойынша бастапқы формуламыз қалай болушы еді? Бізде ең қысқа жолын үйретейін, яғни бізде виет теоремасын ең көбіне бізде x квадраттың алдында, мінекей, квадрат теңдеу берілген кезде x квадраттың алдында мүмкіндігінше сан болмаған кезде виет теоремасына салған ыңғайлырақ. Сол себепті бізде бір формуланы жазатын болсам, x-тің квадраты қосылған bx қосылған с. С мен бұл жерде б'мыз бізге кез келген бір сандар. Кез келген әйтеуір бір сандар. Одан кейін осы шешімді қанағаттандыратын бізде x1 мен x2-нің көбейтіндісі бізде береді, с-ны береді. Бұл жерде түбірлері x1 мен x2-нің қосындысы, түбірлері бізде минус b-ны беру керек. Қарама-қарсы таңбамен демек бізде. Дәл осы формуламен шығаратын болсақ, ең бірінші есепті көрсетейін. Мысалға бізде мұнда 2 тұр. С-ның бізде 2-міз нешеге тең? С-мыз бізде 2-ге тең. Ал b-мыз бізде 3-ге тең болып отыр. Сан мәнінде алатын болсақ, x1 мен x2-ні ең бірінші табатын болсақ, біздің есепте бізде 2 дегеніміз қай сандардың көбейтіндісі ретінде алуымыз болады. Демек, x1 мен x2, яғни с-ны аламыз. 1 мен 2-ні көбейтіндісі ретінде алсақ болады. 1 мен 2-ні көбейтсек 2 болады, ал 1 мен 2-ні қоссақ 3 болады. Демек, бізде қарама-қарсы таңбамен шығу керек, мінекей. Міндетті түрде қарама-қарсы таңбамен шығу керек. Бізде қарама-қарсы таңбамен шықты. Демек, 1 мен 2-нің көбейтіндісі ретінде түбірлері 1 мен 2 деп алсақ болады. Келесі есепте x1 мен x2 неше деп алсақ болады? Келесі есепте 1 мен с-мыз бізде 2-ге тең. 2 дегеніміз минус 1 мен минус 2-нің көбейтіндісі деп алсақ болады. Себебі бізде мына жерде қарама-қарсы таңбамен шығу керек. Міндетті түрде. Мысалға, минус 1 мен минус 2-ні көбейтсек 2 болады, ал қоссақ минус 3. Плюс 3-ке бізге қарама-қарсы болды. Демек, бізде минус 1 мен есептің жауабы минус 1 мен минус 2 түбірлері. Келесі x1 мен x2. Келесі есептің түбірлері. Келесі есептің түбірлерінде бізде 6 дегеніміз 2 мен 3-тің көбейтінді ретінде алсақ болады. Ал қоссақ, 2 мен 3-ті қоссақ 5-ті береді. Бізде минус 5-ке қарама-қарсы болды. Демек, 2 мен 3-ті біздің жауап ретінде алсақ болады. Келесі есеп x1 мен x2-ні келесі есепте неше деп алсақ болады? Минус 2 мен минус 3-ті алсақ. Минус 2 мен минус 3-ті көбейтсек 6 болады, қоссақ минус 5. Демек, шықты қарама-қарсы таңбамен шықты, плюс 5-ке қарама-қарсы. Минус 2 мен минус 3 болды түбірлеріміз. Келесі есеп x1 және x2. x1 және x2 келесі есепте 18-ді 9 мен 2-нің көбейтіндісі ретінде алсақ болады, және де 6 мен 3-тің көбейтіндісі ретінде алсақ болады. Бізде 6 мен 3-тің көбейтіндісі ретінде алатын болсақ, көбейтсек, 6 мен 3-ті көбейтсек минус 18 шығу керек. Демек, бізде бір таңбамыз минус болу керек. Минус 6 мен плюс 3-тің көбейтіндісі ретінде алайық. Минус 6 мен 3-ті көбейтетін болсақ, минус 18, қосатын болсақ, минус 3. Бізде қарама-қарсы таңбамен шығу керек. Сондықтан бізде міндетті түрде 6 мен минус 3 деп аламыз. Себебі 6 мен минус 3-ті көбейтсек минус 18, қоссақ плюс 3. Демек, бізде қарама-қарсы таңбамен шықты. Келесі есеп x1 және x2. Келесі есепте бізде минус 6 мен 3 деп алсақ түбірді. Себебі минус 6 мен 3-ті көбейтетін болсақ минус 18, қоссақ минус 3. Бізде плюс 3-ке қарама-қарсы таңбамен шықты. Жауап шықты. Келесі есеп x1 және x2. Келесі есепте бізде 30-ды қай сандардың көбейтіндісі ретінде алсақ болады? Бізде 30 дегеніміз минус 30. Минус 30 дегеніміз бізде минус 5 пен 6-ның көбейтіндісі және минус 6 мен плюс 5-тің көбейтіндісі. Демек, бізде және де x-тің алдында минус таңба тұр. Демек, бізде қосқан кезде оң таңба шығу керек. Сондықтан 6 мен минус 5-тің көбейтіндісі ретінде алсақ болады. Себебі 6 мен минус 5-ті қоссақ
1 болады. Қарама қарсы таңбамен шығып тұр. 6 мен минус 5. Түбірлері шықты. Келесі есеп 1 мен 2. Келесі есепте минус 30, ал x-тің алды b-мыз бізде плюс 1-ге тең болып тұр. Демек, бұнда минус 6 мен плюс 5 деп алсақ болады. Себебі минус 6 мен плюс 5-ті көбейтсек минус 30, қоссақ минус 1 қарама қарсы таңбамен шықты. Келесі есеп 27. 27 дегеніміз бізде неше мен нешенің көбейтіндісі ретінде алсақ болады. Бізде 27-ні 9 бен 3-тің көбейтіндісі ретінде алсақ болады. Ал қоссақ 12 бізде қарама қарсы таңбамен шығу керек. Сондықтан минус 9 бен x2-міз минус 3 деп аламыз. Себебі минус 9 бен минус 3-ті көбейтсек 27, қоссақ минус 12. Бізде қарама қарсы таңбамен шықты. Келесі есеп x1 мен x2. x1 мен x2 неше деп алсақ болады келесі есепте? 25 дегеніміз қай сандардың көбейтіндісі? Бізде 25 дегеніміз 5 пен 5-тің көбейтіндісі, және де 25 дегеніміз және де қандай сандардың көбейтіндісі болуы мүмкін? Бізде 25 дегеніміз 25 және 1-дің көбейтіндісі ретінде алсақ болады. Себебі 25 пен 1-ді көбейтсек, минус 25 пен 1-ді алсақ болады. Минус 25 пен 1-ді көбейтсек, минус 25 болады. Ал қоссақ, минус 24. Қарама қарсы таңбамен шығып тұр. Демек, бізде минус 25 және де 1. Демек, жауап шықты. Түбірлеріміз анықталды. Минус 25 пен 1-ді көбейтсек, минус 25 болады. Ал қосатын болсақ, минус 24 қарама қарсы таңбамен шықты. Бізде осылай виет теоремасы арқылы есептерді тез шығаруымызға болады. Демек, яғни, егер А болмаса, егер А болса, сәл қиындырақ болады, себебі формула өзгереді бұл кезде. С бөлінген А минус Б бөлінген А болып. Бізде осы сабақтар. Каналға жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, подписать етіңіздер. Сау болыңыздар. Тағы да есептер салатын боламыз. Көріскенше.